Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Облигациялар, яғни тұрақты табыс пен сенімді инвестиция құралы туралы. Бұл біздің 4-ші дәрісіміз. Облигациялар не үшін қажет? Облигациялар бұл тыныш әрі алдын ала болжанатын құрал. Ал облигацияда сіз қарыз берушісіз. Сіз өз қаражатыңызды эмитентке бересіз, ал ол белгілі бір уақытта пайызмен қайтарып береді. Көптеген инвесторлар үшін облигациялар инвестициялық портфельдің негізі. Өйткені олар тұрақты табыс береді және нарықтағы құралдардан қорғайды. Облигацияның қызметі. Облигациялар қарыздық бағалы қағаздар. Олар пассивті, яғни тұрақты табыс көзі. Мұндай табысты біз купон деп атаймыз. Сонымен қатар облигациялар капиталды сақтауға және портфельді диверсификациялауға көмектеседі. Номинал, купон және мерзім. Әр облигацияның 3 негізгі сипаттамасы бар. Номинал, купон және мерзім. Номинал – соңында қайтарылатын сома. Купон – жыл сайын немесе жарты жыл сайын төленетін пайыз. Мерзім – облигацияның өтелетін уақыты. Мысалы, номиналы 100 000 теңге купоны 11% болса, жылына 11 000 теңге табыс аласыз. Қарапайым, бірақ өте маңызды арифметика. Облигация түрлері. Облигациялардың бірнеше түрі бар. Мемлекеттік, корпоративтік, еврооблигациялар және инфляцияға байланған қағаздар. Мемлекеттік облигациялар ең сенімді, корпоративтік, табысы жоғары, бірақ тәуекелі де көп. Ал еврооблигациялар шетел валютасында шығарылады. Олар арқылы инвестор диверсификация жасай алады. Табыстылық. Купон жыл сайын төленетін пайыздық табыс. Бұл көрсеткіш купон төлемін, сатып алуға бағасын және номиналдық қайтарылуын бірге есептейді. Егер облигацияны арзанға алсаңыз, табысыңыз жоғарырақ болады. Қымбатқа алсаңыз төмендейді. Сондықтан инвестор үшін басты көрсеткіш болып табылады. Айталық, купон 11 000 теңге, ал облигацияны 95 000 теңгеге сатып алдыңыз. Бұл жағдайда жылдық табыстың шамамен 13% болады. Көріп тұрғаныңыздай, купон 11% болса да, сатып алу бағасы төмен болғандықтан нақты табыс жоғарырақ. Баға мен табыс қатынасы. Облигацияның бағасы мен табыстылығы бір-біріне кері тәуелді. Нарықтағы пайыздық мөлшерлемелер өссе, бағасы төмендейді. Ұзақ мерзімді облигациялар пайыз өзгерісіне көбірек сезімтал, ал қысқа мерзімді облигациялар тәуекелі аз, тұрақтырақ. Тәуекелдер. Облигацияларда тәуекелден бос емес. Несиелік тәуекел эмитент төлем жасай алмауы мүмкін. Пайыздық тәуекел нарықтағы мөлшерлеменің өзгеруі. Қайта инвестициялау тәуекелі купонды төмен пайызбен қайта салу қажеттілігі. Ал еврооблигациялар үшін валюта тәуекелі бар. Сондықтан, инвестиция алдында осы тәуекелдерді жақсы түсіну сәтті инвестициялаудың басты шарты болып есептеледі. Корпоративтік облигацияны таңдағанда тек купонға қарамаңыз, компанияның қаржылық жағдайын зерттеңіз. Қарызы қанша, табысы қандай, кепілдігі бар ма? Егер қарыз көп, табыс тұрақсыз болса, тәуекелі жоғары. Демек, мұндай облигация үшін жоғары табыс талап етіледі. Инвестициялық стратегиялар. Облигациялармен жұмыс істеудің 3 танымал стратегиясы бар. Біріншісі, әртүрлі мерзімдегі облигациялардың алу. Екіншісі, қысқа және ұзақ мерзімді қағаздарды біріктіру. Үшінші, бір мерзімге бағытталу. Қайсысын таңдайсыз, ол сіздің мақсатыңызға байланысты. Қалай сатып алынады? Облигацияны брокер арқылы сатып аласыз. Брокерлік шот ашыңыз. Теңгемен немесе доллармен толықтырыңыз. Сатып алу түрі маркет немесе басқа да купондар есепшотыңызға түсіп отырады. Практикалық мысал. Мысалы, Русланның 1,5 миллион теңгесі бар. Ол 1 миллиондық мемлекеттік облигацияларға 17% табысымен, жарты миллионды корпоративтікке 13% табыспен салады. Жыл соңында оның жалпы табысы 235 000 теңге, яғни шамамен 15,7% жылдық табыс. Айына шамамен 19 000 теңге, тұрақты және сенімді кіріс көзі. Облигациялар тез байытатын құрал емес. Олар капиталды сақтап, тұрақты табыс беретін сенімді инвестиция. Ең бастысы тәртіп пен тәуекелді түсіну. Облигациялар тұрақты табыс пен сенімді портфельдің іргетасы. Назарларыңызға рахмет. Инвестицияларыңыз сәтті, табыс көздеріңіз тұрақты болсын.